Қайырлы күн барлықтарыңызға. Ешқандай дүкеннен сатып алмай-ақ бар болғаны 30 минутта дәл осындай овсяный печенье жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Алдымен қамырын илеп аламыз. Бізге 400 грамм ұн керек. Бірінші 300 грамм ұнды салып, оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біздің қамырымыз қолға жабысатын болып шығады. Ұн мен майды жақсылап тұрып араластырып алдық. Енді оның үстіне бал қосамыз. 2 ас қасық толтырып бал қосамыз. Сұйық балды да қолдансаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қолмен де елесеңіздер болады. Енді 2 жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Жарты шай қасық соданың үстіне уксус салып ерітіп аламыз. Және қамырдың үстіне салып жақсылап араластырамыз. Енді бізге 100 грамм қант керек. Қантты да салып жақсылап араластырамыз. Қалған 100 грамм ұнды да салып жақсылап орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ болу керек, сол кезде жақсы көтерілетін болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырды 30 минутқа демалтырамыз. Ешқандай холодильникке салмаймыз, бөлме температурасында тұрады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. 30 минут уақыт өтті. Енді қамырдан кішкентай шариктер жасаймыз. Дәл осы рецептпен мен 2 тапа овсяный печенье пісірдім. Егерде печеньелеріңіз үлкендеу болған қаласаңыздар, онда шариктерді үлкендеу етіп жасайсыздар. Табамызға тереміз және үстін басып шығамыз. Дайын болған қамырларды 180 градуста 10-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Өте жылдам піседі. Міне біздің печеньелеріміз дайын болды. Печеньелерді толықтай суытамыз. Сол кезде өте дәмді болады. Қараңыздар, ортасының өзі қандай әдемі болып көтеріліп шықты. Қалған қамырларымызды да дәл сондай 10-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің өте дәмді, жылдам жасалатын овсяный печеньелеріміз дайын болды. Ешқандай дүкеннен сатып алмай, өздеріңіз үйден жасасаңыздар болады. Қараңыздар, ортасының өзі қандай үлпілдеп, әдемі болып көтеріліп шықты. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.